Менің атымды айта бастасам тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Менің атым бір пәленде әйдіктің де аты емес. Ей жарайды, өткенге күн шоқ дегендей істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Күні бойы футбол ойнап, әбден қалжырадым. Ойын үстіне шаршағанды онша аңғармай, енді міне дел сал болып өзімді әрең сүйреп келе жатырмын. Айқалыңның шаңды қараш, бір елі. Шіркін ай, осы бойда көмп еткізіп өзенге періп кетермеді ма? Айтпақшы бағана осы жерде қыздар жұмылып жүрген. Арасында Жанар да бар шығар. Жанар, атың қандай әдемі еді. Сендердің бұл қызбен танысып қойылған керек. Жанар, класстағы ең бір ақылды қыз. Екіншіден сұлу, әсіресе қызыл билеткісін киіп жүрген кезде сондай құлпырып жайнап кетеді. Ақ шіркін, бұлай болса, адам өлі өмірге үлкен болып жаралса, өмірдегі өзіне тиісті қызмет түрлерін атқарып, болғаннан кейін барып балаға айналса, сонда Майқанова маған қалай қарар еді? Ой, ол үлкен кезінде әйгілі жазушы болған. Оның есімі бүкіл дүние жүзіне мәлім. Олай болса менің оны әкереңдей бергенім жарамас деп бір тәубесіне келер еді. Судың шетіндегі тым құлқымда біреудің жалаң аяғы сайрап жатыр. Мүмкін осы Жанардың ізі шығар. Үңіліп еңкейіп тұрып қараймын. Жанардың ізі. Ақырын ептеп қана аяғым салып көрдім. Із азап менікіне кішілеу келеді екен. Бұл Жанардың ізі болуға тиіс. Бойымды тәтті бір сезім жайлады да, сол күйде қимылдамастан тұрдым.